5000 тауық алғашқы айда қанша табыс алып келді сол кезде? Bir ayda 5000 тауықтан 16 миллионға шейін шықтық біз бір айда. Таза табысқа. Облыс әкімі қызығушылықтандырып өзі келді. Жамбыл облысында. Нарық толып қалды деп ойламайсыз ба? Біздің 20 миллион Қазақстан халқына ол әлі де аз. Қолдың жұмыртқасы мен магазиндікінің айырмашылығын өздеріңіз білесіздер. Біздікі енді таза қолдық болады. Бәрі табиғи таза. Өйткені тауықтар жерде жүреді. Тауықтар жерде жүреді қораздармен бірге. Үйде ұстап отқандай. Үйде ұстап отқан тауықтың ұлғайтылған варианты бұл. Ол өзін қанша уақыт ақтайды? 7-8 ай. 7-8 ары ай. кеткен 9 айда уже жылға жетпей бұл ақтап қояды өзін. Гидропониканың көк шөбімен, тамырымен, және бидайдың өзі мысалы бұларға жаздың күні шөп шегендей пайдасын тигізеді. Жазда сіздерде көк шөп бола ма? Жазда көк шөп болады. Шет жоқ бизнес қой, иә? Шеті жоқ, шегі жоқ бизнес. Ары қарай развитие. Колбаса, сосиски. Колбаса, паштет, сосиски, суп, набор. Енді бұл тауық құс бизнесі, жұмыртқа бизнесі, егер өз-өзін бір жылда ақтайтын болса, бұл өте жақсы көрсеткіш деп мен өзім ойлаймын. Бұндай птицаферма біздің Қазақстанда әлі жоқ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бакенский Official YouTube арнамызда стартаперлер мен инвесторларға арналған жаңа жоба Startup Invest подкаст жобасы. Егер сіз өзіңіздің стартап идеяңызға немесе IT жобаларыңызға жасап тұрған бизнестеріңізді кеңейтуге инвестор іздеп жүрген болсаңыздар, онда біздің студиямызға келіп, өздеріңіздің идеяларыңызбен бөліссеңіздер болады. Ал егер сіз инвестор болып, жақсы стартап идея іздеп жүрген болсаңыздар, бизнес жоба қарап жүрген болсаңыздар, онда біздің арнамызға тіркеліп, осы біз түсірген жобалардың ішінен өзіңізге ұнаған жобаларды таңдап, иелерімен хабарласып, бірге жұмыс жасау мүмкіндігі бар. Қосымша айта кететін ақпарат, миллиардер құпиясы деп аталатын подкаст жоба түсіреміз. Бұл подкаст жобамызға еліміздегі танымал миллиардерлер келіп сұхбат береді. Сол миллиардер ағаларымыздың арасында инвестор азаматтар да кездесіп қалады. Сол инвесторларға біздің студиямызда түсірілген бизнес жобаларды көрсету мүмкіндігі бар. Сол себептен өздеріңіздің IT жобаларыңыз, стартап бизнес идеяларыңыз болса, біздің студиямызға келіп түсірсеңіздер, біздің арнамызға жүктелгеннен кейін бұл подкасттар бізде портфолио болып тұрады. Сол инвесторларға біздер толықтай көрсете аламыз. Ал енді бүгінгі студиямыздың қонағы Ербол Бақытжанұлы. Құрметті Ербол мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қандай салаға инвестиция іздеп жүрсіз? Ассалаумағалейкум. Бұл жерде менің бизнес идеям бұл жердегі бұл тауық фермасы. Тауық фермасы? Яғни тауық фермасын жұмыртқа бағытында ашу. Қанша көлемде инвестиция іздеп жүрсіз? Бұның көлеміне қарағанда қазір мен бірінші бизнес идеям қазіргі істеп отқан 500 миллионға жоба жасап отырмын. 500 миллионда бізде 40-45 мың тауық болады. 40-45 мың тауық. Бұл жерде біздің ең басты неміз, бұл таза үлкен фермаларға қарағанда бізде өзгешелік өте көп. Қазір бізде елімізде, Қазақстанымызда птица фермалар көп, оны өздеріңіз білесіздер. Олардың барлығы бір жобада істеліп отқан птица фермалар. Жұмыртқа бағыты болсын, ет бағыты болсын. Біздікі соларға қарама қайшы табиғи таза өнім жағына. Қолдың жұмыртқасы ғой, былай? Қолдың жұмыртқасы бұл жерде. Көп птица фермаларда бұл клеточный вариант деп аталады. Клеточный вариантта жұмыс істейді, тауықтардың бәрі клеткада тұрады. Ал бізде, менің технологиямда бәрі жерде, үйдегідей бос жүреді. Далаға жайылымға шығып жүреді. Жоңышқаға жайылады, басқаға жайылады, бос жүреді, қораздармен бірге. Соответственно, ол уже қолдың жұмыртқасы таза өнім болады. Таза өнім, қоспасыз. Қоспасыз, ешқандай антибиотиксіз, ешқандай гормон, ешқандай химикат қосылмайды. Жалпы салынған инвестиция қанша көлемде өз-өзін ақтайды, рентабельность қандай? Бұл жерде бірінші дайындық жұмыстары, жаңа строительство дейміз, басқа дейміз, соның бәріне кішкене уақыт алады дағы. Таза бүкіл кіргізген тауықтарымыз жұмыртқа туып бастағаннан бастап 9-10 айда өз-өзін ақтайды. 500 миллион салатын болса, 9-10 айда бір жылға жетпей біз уже салынған ақшаны шығарып қоямыз. Жалпы осындай тәсілмен елімізде кімдер айналысып жатыр? Тура бұл тәсілмен ешқандай птица ферма айналысып жатқан жоқ. Бұл былайша айтқанда мен номер 1 деп айтыламын.
бұл өзімнің жобам. Мен 7 жыл дайындалып болған. Қазір енді осы бағытта жұмыс істеп келе жатқаным 8-9 жылдай уақыт болды. Бұндай птица ферма Қазақстанда жоқ. Бұндай жоқ. Қолдың жұмыртқасын ұлғайтылған үлкен ферма Қазақстанда жоқ. Қолдың жұмыртқасын шығаратын. Тәжірибе бар ма бұл салада? Тәжірибеміз бар. Мен бұны ең басты бірінші жылы практика ретінде көрейін деп 200 тауықтан бастап бір жаз айналдырып көргенмін. Соны енді ұлғайтып, услуга көрсетіп дегендей, сол деңгейге содан кейін шықтым да мен. Қазір біз Жамбыл облысында 2023 жылы аштық бір птица ферма. Азғантай 5000 тауықпен бастадық. Ол жерде табысы да жақсы болды. Ол жер керемет, ол жерге көп кісілер де келді. Мысалы, облыс әкімі қызығушылық танытып өзі келді. Жамбыл облысында жаңа Нұржан Нұржеков деген кісі еді ол кезде облыс әкімі. Сол кісі өзі келіп, қасындағы жаңа қызметкерлермен бірге келіп видеоға түсіріп, менен Жамбыл телеарнасы сұхбат алып кеткен болатын. Фермамызды көрсеткен. Жақсы жұмыс істеп бастап көрдік, прибыль да жақсы болды басқа. Оның енді тоқтап, қазір енді данный момент ол тоқтап қалды. Өйткені не себептен? Себебі біз жаңағы инвестормен екеуміздің арамызда договор болмады. Келісімшарт болмады. Сосын біз екеуі ара ойластырып, соны ол кісі ары қарай өзі жүргізетін болып, сөйтіп тоқтатып қойған жайтымыз болды. Қазір демек ол жігіт айналысып жатқан жоқ. Ол жігіт айналысып жатқан жоқ, өйткені неғып жалғастыра бермедіңіз сіз? Менсіз жалғастырғысы келді ол кісі. Ол кісі жалғастырғысы келді, бірақ ол жерде әр істің өзінің маманы болу керек басында. Мен ол жерде өз мамам болғаннан кейін ол кезде жүрді, ал қазір мен кеткеннен кейін ол тоқтап қалды. Тауықтардың бәрі неше түрлі ауруға ұшырады, басқа болды, сөйтіп қырылып қалды, сонымен тоқтады. 5000 тауық алғашқы айда қанша табыс алып келді сол кезде? Бастаған кезде жай туып келе береді. 1-2 айдың көлемі уақыт кетеді, мысалы үшін полностью бәрі бірден тумайды ғой. Бірден тумайды, иә. Сондықтан полностью бәрі тууға жеткен кезінде, барлығы жеткен кезінде, ол кезде уже біздің табыс көзі таза есептелінеді. Мысалы, оғанға дейінгісі бар, не бар, сонда бір айда 5000 тауықтан 16 миллионға шейін шықтық біз бір айда. Таза табысқа. Таза табысқа, иә. Жалпы өзіңіз осы салаға анализ жасап көрдіңіз бе? Елімізде қанша құс фермалары бар? Біздің статистика бойынша Қазақстанда 67 птица ферма бар екен. 67. Алпауыт птица фермалар. Алпауыт. Нарық толып қалды деп ойламайсыз ба? Нарық толып қалады деп ойламаймын, өйткені бұл жерде бұл кісілердің шығарып жатқан продукциялары, жұмыртқалары шетелдерге кетеді, экспортқа кетеді, басқаға да кетеді. Біздің 20 миллион Қазақстан халқына ол әлі де аз. Мысалы, мен былай айта аламын. Алматы облысында қазір алпауыт 4 птица ферма бар. Өздеріңіз білетіндей, Марғұл ағамыздың Алел агросы бар. Ол жұмыртқа бағытында да, ет бағытында да продукция да шығарады, мысалы. Сосын Алатау құс бар, Қазгер құс бар, Әлсер құс бар. Осы 4 үлкен алпауыт ферма осы Алматы облысында. Ал енді өзім мен Шымкенттің азаматы болғаннан кейін, Шымкенттің де птица фермаларын жақсы білем. Ол жерде 10 птица ферма бар. Алпауыттар. Және біреу салынып жатқан сияқты үлкен Қытайлар. Және біреуін биыл осы жылы Қытайлар салады деген әңгіме бар. Оған уже бөлініп қойған ақшалар 9 миллиард екен. 9 миллиардқа үлкен тағы бір птица ферма салынайын деп жатыр. Енді біздің ондай үлкен птица фермалармен бізде ешқандай бәсекелестік болмайды. Неге? Вот айырмашылығы, біздікі қолдың жұмыртқасы болады, табиғи таза өнім, ал ол кісілердікі жалпылама кәдімгі қарапайым тілмен айтқанда магазин жұмыртқасы дейміз ғой. Магазин жұмыртқаларының бар, сол үлкен фермалардың жұмыртқалары. Қолдың жұмыртқасы мен магазиндікінің айырмашылығын өздеріңіз білесіздер. Біздікі енді таза қолдық болады. Таза қолдікі. Оған жаңағы әртүрлі тауықтарға гормон роста береді, тез жетілу үшін жаңағы химикаттары бар, сондай нәрселерді қолданасыздар ма? Біздің технологияда, менің технологиямда ондай нәрсе қолданылмайды. Бәрі табиғи таза. Өйткені тауықтар жерде жүреді, қораздармен бірге. Үйде ұстап отқандай. Үйде ұстап отқан тауықтың ұлғайтылған варианты бұл. Ұлғайтылған түрі. Бірақ бізде бәрі автоматизированный болады. Автоматтандырылған жем, су, климат, микроклимат деп атаймыз, базаның ішінде, тауық қораның ішінде яғни.
жылу, воздушный отопление дейді. Оның бәрі автоматизированный болады. Уақытысында қосылып, уақытысында өшіп тұратындай. Және есіктері жаз уақытысында күн жылы кезде ерте көктемнен бастап қара күзге шейін бұлар жайылымда жүреді. Жаңа қыстық қора дейміз ғой, основной базадан сыртқа шығып жайылып жүреді. Ол жерде жоңышқа жейді, өзінің керегін тауып жейді, тас шишасына шейін тауып жеп отырады. Соның салдарынан біздің жұмыртқамыздың қуаттылығы жақсы болады. Қасында қораздармен болғаннан кейін тіптен таза қолдың жұмыртқасы болады. Бұндай птицаферма біздің Қазақстанда әлі жоқ. Жоқ, иә. Мен бір істеп көрдім, енді тағы да биыл осы, Құдай қаласа осы сезоннан қалмай, тағы да біреуін өзімізге ашсақ деген үмітпен мен инвестор іздеп отырғаным сол. 45 мың тауық емес, 10 мың тауықпен бастайық десе, мысалы, оған қанша ақша кетеді? 10 мың тауықпен бастаймыз десе, оған біз үлкен бір база түсіруіміз керек. 114 қылып тұрып, оған қосымша жаңа гидропоникалар болады, жемді үнемдеу вариантында ойластырып қойғанмын. Сосын жемханалар, қоймалар болады, жаңағыдай карантин бөлме дейміз, мысалы ауырған тауықтарды емдейтін, сондайлардың бәрін қосымшасымен жобамен где-то 130 миллиондай ақша кетеді. 10 мың тауыққа. Ол өзін қанша уақыт ақтайды? Ол өзін жаңа айтып отырмын ғой, жұмыртқаға барлығы толық отырып біткеннен кейін 7-8 ай. Ары кеткен 9 айда уже жылға жетпей бұл ақтап қояды өзін. Мысалы. Сіздер тауық күйінде сатып аласыздар ма или қалай? Біз балапан күйінде. Бұның варианттары бар. Бірінші вариант. Балапан күйінше Ресейден алдыруға болады. Бір күндік балапан болып келеді. Балапан деген 3 күн 4 күнге шейін тамақ ішпей жолда келе береді. Өзінің молочный енесімен қоректеніп келе береді. Сондықтан ояқтан доставка істеп жатыр. Неше жылдан бері ол кісілермен де жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстанның біраз жаңа тауықпен айналысатын кішігірім нелердің бәрі солармен жұмыс істеп жатыр. Олар алып келеді. 3 күнде келгеннен кейін олардан сатып алған да бізге кішкене үнемдеу болады. Өйткені бір күндік балапан сіз қанша штук заказ бересіз, сонша штук әкеліп береді сізге. Егер жолда өлгені басқасы болатын болса, олар орнын толтырып береді. Сондықтан сізде тауық саны ақшаңызға сай орында тура келеді. Екінші вариант бар. Бұдан сәл арзандау вариант, ол жұмыртқа алдыруымызға болады. Инкубационный жұмыртқа тоже Россиядан алады. Ресейден. Ол соғылып келмей ма, жол солай? Соғылып келе ма, олар гарантиясымен береді. Мысалы, процент, қанша процент, 75% шығады ма, 65% шығады ма, 80% шығады ма. Проценттің бәрін айтып, келіскен бойынша жібереді. Одан кейін біз өзіміз инкубаторға салып шығарып аламыз. Бірақ бір ай ұтыласыздар. Бір ай ұтыламыз ол жерде. Одан кейін ол жұмыртқа қаншалықты оплот береді. Вот сол кішкене. Қайсысы тиімді? Тиімдісі бір күндік балапан алдырған тиімді. Бір күндік балапан. Үшінші вариантымыз бар. Үлкен тауықтан сразу кіргізуге. 2,5 айлық, 3 айлықтан ұстаймыз. Ол кезде уақытты біз үнемдейміз, бірақ қаражат мол кетеді оған. 2,5 айлық, 3 айлықтың өзі қазір әр тауықтың өзі 3500, 3700, 3800-ге шейін кетіп қалады бағасы. Балапан күйінше қанша? Балапан күйінше болса 700 бен 750 теңгенің арасы болады бір күндік балапандар. Вот соларды әкелсек, бізге ең тиімдісі сол суточный балапандарды алдырғанбыз, бір күндік балапандарды дейміз. Ол бізге келемдегенше 3-4 күндік болады. 3-4 күн. Уже вакцинациясы жасалған, дайын болып келеді ол жерде. Олар гарантиясымен береді. Сіз 7 жыл тәжірибем бар деп жаңа айтып қалдыңыз. Сіз 7 жылға дейін не істедіңіз? Bir жақта тәжірибе жинадыңыз ба? Әлде тек үйде тек 200 тауық асырап сонымен жүрдіңіз ба? Жоқ, ол 200 тауықты мен басында бір жаз жасап көрдім. Одан кейін ол жерде қора өзім болмағаннан кейін бір жағы сондай бір салдармен тоқтаттым, бірақ көзім жетті, что істеуге болады, бұның табысы мол екеніне. Бұл жерде жаңа мен бұл өзім істеп жүрген тірлігімді кішкене шыңдайын деп Москваға бардым. Москвада. Сол үшін тоқтаттыңыз ба? Иә, сол үшін тоқтаттым. Москваға Черкизов атындағы птицаферма бар. Оның заводтары да көп. Олар әртүрлі салада жұмыс істейді. Олар сиыр фермалары да бар, Черкизовтың шошқа асырайтын фермалары да бар, тауық асырайтын фермалары бар, бройлерлері бөлек, жұмыртқа бағытында бөлек. Үлкен 1974 жылдан бері істеп келе жатқан птицаферма. Үлкен енді алпауыт бүкіл Ресейді және Европаны қамтамасыз етіп отыр деп айтсақ та болады. Өйткені олардікі ұшы-қиыры жоқ, керемет, қатты дамып кеткен птицаферма. Соған қызығып, бір жағы ол жақтың көп нәрсе үйренермін тағы да деп, опыт жинау мақсатында мен сол жаққа жұмысқа бардым. Барып 7 ай жұмыс істеп келдім. Птицафермасында да жұмыс істедім, жұмыртқа бағытында, кур разделочный заводында да жұмыс істедім. Заводында көрдім, несінде көрдім. Енді керемет, ол жақтан да біраз тәжірибе алдым.
Енді қазіргі қалай айтамыз, инновационный дейміз ба, жаңа автоматтандырылған жүйеге көшіп жатырмын. Автоматтандырылған жүйемен істесек тіптен жақсы болады екен. Оны мен әртүрлі сол Москвадағылармен де келісіп келдім, мысалы оборудование алуға. Птицеферманың осындай мысалы бір базаның ішіне қанша кетеді деп жобалап бағасында біліп келдім. Ол жақтар қымбаттау болып тұр. Бір. Одан кейін бізде европейский Саграда деген фирма бар. Сол фирманың оборудованиялары бар. Олар Ресейдікінен де 2 есе қымбат болып кетті. Қытайда ше? Сонымен мен Қытайға шықтым. Қытайға адамдар салып, ол жақтан ізденіп, сол жақтан тауып едім. Ол жақта қаншама арзан түсті бізге. Жақсы. Енді менің ойым осы Қытайдан алырсақ деп отырмын. Оның оборудованием бәрін. Бұл жерде біз сосын тауық асырағанда ең басты мәселе жем. Жем мәселесі. Жем мәселесін біз өзіміз жасайтын кармацех өзімізде болу керек. Вот сонда сіз ұтасыз. Біз тасып жүрмейсіз ғой. Иә. Обычно адамдар, фермалар болсын, басқалар болсын, бұмен айналысқандар. Тек қана сол мысалы БМ комбикорм завод бар. Қазір Богданович деген кіріп жатыр Россиядан. Жақсы жемдерін ұсынып бізге халыққа таратып жатыр. Бізде көп қазір алып жатқандар. Сол тек қана сол жемдермен ұстап отыратын болсаңыз, сіздің көп қаражатыңыз сол жемге кетіп қалады, көп процент. Сондықтан мен оны да ойлап қазір жобасын жасап қойдым. Біз 50%-ке жемді қысқартып отырмыз. Қалай? Технологиямда. Бұл жерде біз гидропоника деген нәрсені қосамыз. Гидропоника деген не нәрсе, оны түсіндіруге өтейін. Арпа, бидай, жүгеріні өндіріп беру дейді. Араластырып? Араластырмай, жеке. Арпаны өндіресіз, жеке бидайды өндіресіз, жеке жүгеріні өндіріп бересіз. Тепличный вариант сияқты кәдімгідей лотоктарға салып, өсіріп, бір қарсы салып, сөйтіп береміз. Бұл нәрсе бір жайған нәрсеңіз, мысалы үшін 7 күнде дайын болады. Оны сіз 1 килограммды, мысалы үшін бір патносқа жайсаңыз, 1 килограмм бидайыңыз 5 кило мен 7 килоның арасына шейін ұлғаяды. 7 килограмм жемге жеткіздім деген сөз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан біз бұл жерде 50, даже 65%-ке шейін жемді үнемдейміз. Азанғы уақытта өзіміздің шығарып істеп беріп отырған жемімізді комбикорм берсек, түстен кейінгі вариантта осы гидропониканы беру жолымен үнемдейміз. Әрі пайда, әрі әсіресе бұл қыстың күні керемет пайда. Қыстың күні далада көк шөп болмайды ғой. Сондықтан гидропониканың көк шөбімен, тамырымен және бидайдың өзі мысалы бұларға жаздың күні шөп жегендей пайдасын тигізеді. Жазда сіздерде көк шөп бола ма? Жазда көк шөп болады. Бізде мысалы менің қазіргі технологиям өзімнің ойлап тауып отқаным базаның екі шетінен жайылым жасаймыз. Оң жақ бетінде, сол жақ бетінде жайылым болады. Оның барлығын жаңағыдай шашату, капельный вариант деп айтатын едік, шлангымен шашатып суғару, сондай варианттар жасап қоямыз. Мысалы бір апта қораның мына бетінде жайылса, бұл жақта уже шөп азайып жатқан кезде келесі күні мысалы бір апта мына бетіне жаямыз. Чередовать етіп отырамыз екі жағын. Қанша жер көлемі керек бұған? Бұл жерге енді лажы болса жердің көлемі үлкенде болған жақсы. Қарадыңыз ба жерлерді? Жерді мен қарап дайындап қойдым бір жерді. Бір тиімді бір жақсы жер таптым, 34 гектар жер екен. Әрі мына құс фермасын ашу үшін де халық тұрып жатқан жерлерден ұзақтау болу керек. Өзінің сондай нелері бар. Иіс бар ғой? Иіс болады дейді. Үлкен фермалардың бәрінде иіс болады. Ал менің технологиямда бір нәрсе ерекшелігі иіс болмайды. Қалай иіс болмайды? Вот иіс болмайды. Не себептен иіс болмайды? Баздың ішіне кіресіз, 10 мың, 20 мың тауықтың ішіне кірген кезде сіз тауықтың, былайша айтқанда, помет дейді ғой. Жаңағы навозын, жаңағы қазақша айтқанда тауықтың боғын көзбен көрмейсіз. Ол қайда кетеді? Бұл жерде жаңағы годовой подстилка деген нәрсе төселеді. Ол опилка кәдімгі. Стручковый пилорамный опилка бар ғой. Ол сол төселеді. 15-20 сантиметр болып сол төселеді. Оның бетінде биобактерия бар специальный себебіміз. Биобактерия не істейді? Биобактерия опилканы қыздырады. Базының ішіне жылу береді. Бір. Және де түскен аммиакты, аммиак тауықтың боғы таза 100% аммиак газ. Ол адамға да зиян, тауықтың өзіне де зиян. Тауықты тышқан бетте қуратып жіберіп отырады биобактерия. Постепенно опилкаға араласа береді да, опилкамыздың түсі де өзгере береді. Сондықтан біз бұны годовой подстилка деп атаймыз, жылына бір рет тазаланады. Тазаланғанда да сіз оны алып шығарып тастамайсыз. Бұл безотходный бизнес. Оның бәрін қаптайсыз дағы, өзіңіздің фирмаңыздың печатын ұрып, машинкамен қаптың аузын тігіп, сіз оны нарыққа шығарасыз.
Ол 100% удобрение. Удобрение. Поляларға да, огородқа да, басқа жаққа, өйткені ағаш шірейді, құрамында тірі биобактерия бар. Биобактерия ешқашан өлмейді. Биобактерия жұмыс істей береді. Оған су тисе, басқа бір зат түсетін болса, ол сонымен ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Жерді тыңайта береді деген сөз. Түсінесіз бе? Басқа жағымсыз иістердің бәрін бірден жоғалтып отырады. Ол жақта жаңағы тек табыс жұмыртқадан, сосын жаңағы осы навоздан ба? Жоқ. Бұл жерде біз жұмыртқа бағытында қазір бастап ашамыз. Жұмыртқа бағытында ашамыз. Бұл жерде дополнительный прибыльдер бар. Бұл жерде біз февраль, март, апрель, май деп айтайық. Майдың соңына дейін біз инкубационный жұмыртқамен айналысамыз. Инкубационный жұмыртқа дегеніміз балапан шығаратын жұмыртқалар. Ол қымбаттау болады ғой? Ол қымбаттау болады. Бір жұмыртқаның өзі 250 теңгеден басталады. Сосын сезон аяқталып жатқанда 100 теңгемен келіп тоқтайды аяғы. Вот сол 4 ай, 5 айға шейін біз инкубационный жұмыртқамен жұмыс істей аламыз. Олай жеуге сатпайсыздар? Жеуге сата береміз пищевойды. Пищевой сатамыз. Соның ішінен іріктеп, эмбрионы тексеріп, овоскопирование жасап, таза балапан шығатын жұмыртқаларды жаңағыдай тексеріп, сөйтіп инкубационный қылып сатамыз. Инкубационныйға, мысалы, мен жаңа 5000 тауық бастаған кезде, алғашқы кездің өзінде біз пищевой жұмыртқа сата алмай қалдық, шынымды айтсам. Тек қана инкубационный заказ көп болып кетті. Одан кейін жаңағыдай оптовиктер келіп кетті. Біз алайық, бізге беріңіз деп, сіз шақа әуре болмаңыз, біз алып кетіп сатып отырайық деп. Вот осындай жолдармен бұның жұмыртқа сату проблемасында ешқандай қиындық туғызбайды. Рынок сбыта бар. Рынок сбыта бар. Өйткені бір қолдың жұмыртқасы таза. Жерде жайылып жүргеннен кейін қолдың жұмыртқасы ешқандай химиясыз, ешқандай антибиотиксіз. Клеткада тұрған жаңа жұмыртқалардың өтуі қалай? Клеткада тұрғандардың олардың үлкен рынок сбыта бар ма оларда? Оларда енді қазір мысалы алатау құсты алсаңыз, алатау құс керемет жұмыс жасап жатыр. Оларда пәленбай миллиондап шығады мысалы жұмыртқасы. Барлығы сатылып кетіп жатыр, иә? Бәрі сатылып кетіп жатыр, ол жерде қалмайды жұмыртқа деген. Жұмыртқаны тұтынбайтын адам жоқ қазір. Күніне жаңағыдай выпечка дейді, жаңағы мам пісірсе де басқа болса да мынандай кондитерский нелерде цехтар болады. Адамдар күніге қуырып жегенге неғанға күнде бір үйде бір лоток, екі лоток жұмыртқа кетеді мысалы. Етін сатпайсыздар, да? Пока біз ет бағытына өте алмаймыз. Өйткені біз дальнейший келешегіне на развитие біз осы жұмыртқа бағытымен қазір бастап алсақ, 1-2 жыл осымен жұмыс істеп, жұмыртқаның несін, жаңа шығынын өзін жауып, және табысын көргеннен кейін, біз ары қарай расширениеге уже ет бағытында қоса аламыз. Реинвестиция. Реинвестиция. Түскен табысты сол жаққа өздеріне салып отырасыздар. Түскен табысты өзіне салып отырамыз. Бұл жерде инвестор бір рет ақша салады, болды, одан кейін тек қана прибыль алып отырады. Онымен инвестормен келешегі жаңа реинвестицияға шығатын болсақ, келісіп, ары қарай тағы да базалар соғып, уже ет бағытына да көшсек болады. Қосымша бірге алып жүретін. Ет бағытын біткеннен кейін, бұл жаңа айтып отырмын ғой, бұл бизнес шет жоқ бизнес қой, иә? Шеті жоқ, шегі жоқ бизнес, ары қарай развитие. Колбаса, сосиски. Колбаса, паштет, сосиски, суп, набор, басқа жүнді өңдеуге болады. Қазір мына көрші Қытай елінде қандай аппарат керек бәрі тұр. Не істейін десең де бәрі бар. Қол жетімді. Вот солардан арасындағы ары қарай істей бересіз. Бәрін өзіңе өндіре бересіз, әрі заводтың деңгейіне шейін кетуге болады. Жаңа 5000 тауықпен айналыстым деп айтып қалдыңыз, ол кезде қанша ақша салдыңыздар? Ол кезде біз жалпылама негізі жаңа жол дайын қора болды, басында үйімен дайын қора болғаннан біз строительствоға ешқандай қатты инвестиция салған жоқпыз. Біз тек қана ішін оборудование алған жоқсыздар? Автоматты болған жоқ, ол жерде бәрі ручной болды. Жұмысшылар бір ауыл жақын болды, сол жерден жұмысшылар келіп кетіп жұмыс істеп жүрді бізде. Ол жерде бәрі ручной болды. Ал ендігі мынау қазіргі менің алға қойып жатқан жобам, бәрі автоматизировано болады. Автоматтандырылған. Сол 5000 жұмыртқаға қанша жаңағы өндіру үшін қанша инвестиция салдыңыздар сол кезде? 55 миллиондай ақша салынды. Алғашқы айда қанша табыс алып келдіңіздер? Алғашқы айда 16 миллион. 16 миллион. Түсінікті. Бұл өте сондай шегі жоқ, тоқтамайтын бизнестің түрі. Бұл жерде біздің фишкамыз, менің мақсатым халыққа табиғи таза өнімді ұсыну. Ол яғни не? Қолдың жұмыртқасы. Ол қолдың жұмыртқасы сәл қымбаттау болады ғой, иә? Әрине қымбаттау жүреді. Мынау магазин жұмыртқасына қарағанда, үлкен фермалардың жұмыртқасына қарағанда,
бұл қымбаттау жер. Магазиннің жұмыртқасы 70 теңгеден. Сіздерде қаншадан болады? Магазиннің жұмыртқасы ол несіне байланысты, сортына байланысты. Бұларда жұмыртқа сортқа бөлінеді. S1, S2, супер болып бөлінеді. Айырмашылығы неде бұлардың? Көлемінде, граммында. Көлемінде, граммында. 60 теңгеден де кездеседі, 70 теңгеден де кездеседі. Сосын отборный деп аталады. Мысалы, отборный вообще үлкен жұмыртқалар. Олармен салыстырғанда қолдың жұмыртқасы едәуір 10-15 теңгеге жоғары жүреді. Біз сіздерге қазір мына жерге жаңа суреттері бар, қазіргі нарықтағы жұмыртқаның бағасын көрсете аламыз. Түсінікті. Одан кейін жаңағы тауықтың етін тұтынуға болмайды, әртүрлі химикаттар қосылады. Жаңағы тауықтың аяқтары бізге жаңа шетелден кіреді, оның барлығы тауықтың жүрген кезде мына химикаттарды қолданған кезде, дәрілерді берген кезде бүткіл удың бәрі мына аяғына жиналып, бізге аяғын жаңағы жібереді деген ақпараттар қаншалықты рас? Ол енді оны қаншалықты рас болғанын не қыла алмаймыз. Бройлер деген порода бұл жұмыртқа тумайды, бұл ет бағытындағы құста. Вот солар бізге ет болып келеді. Оны шетелдер көп өндіреді. Мысалы көрші Қырғызстаннан көп кіреді бізге. Қазіргі таңда біздің өзіміздің Қазақстанның өзінде айналысып жатыр онымен. Мысалы Алел Агромыз жаңағы керемет ет бағытында жұмыс істеп жатыр. Олардікі таза деп ойлаймын. Таза, өйткені осы жерде өзіміздікі олардікі ет бағыты. Алелдің окорочкалары, Алелдің жаңа суп наборлары, олардың шығарып отқан колбаса, басқа өнімдердің бәрі керемет. Біз сол деңгейге жетуіміз керек. Табиғиға. Ал егер мынандай ақпараттарды да интернетте көзіміз шалып жатыр, жаңа жасанды жұмыртқа қолдан жасайды. Қытайлар жасайды деген видеолары бар. Солар елімізге кіріп жатыр деген ақпараттар шығып қалды. Сол қаншалықты рас? Ол да бар. Ол да рас. Менде естуім бар. Бір үлкен фермалар Қытайдан жұмыртқа кіргізіп жатыр. Күніне 8 фура Қазақстанға кіріп жатыр дейді. Ол Қазақстанның өзінде таралып жатыр ма, болмаса шетел асып кетіп жатыр ма, ол жағынан хабарсызбыз. Бірақ Қытайдан Қазақстанға кіріп жатқаны рас. Жасанды қолдан жасалған жұмыртқа. Қолдан жасалған жұмыртқа. Оның да суреттерін, видеоларын бәрін жібере аламыз. Оны қазір халықтың көзі ашық қой. Интернетті көріп, ашып көрсе. TikTokта шығады алдымызда. TikTokта да шығады, бәрі де шығады. Вот сондай жұмыртқалар кіріп жатыр ма деген қорқынышты бізде мысалы. Мен өз басында халыққа содан кейін мен осы бір табиғи жолмен осы бір птицоферманы осылай қойсам деген ниетпен жұмыс істеп жатырмын да. Өйткені жаңағы TikToктан әртүрлі видеоларды көреміз, тауықтың бастарын, сирақтарын жаңағы өткізіп, содан сосиска шығарып жатқан видеоларды да көп көргенбіз. Барлығын шек қарындарымен араластырып, жаңағы колбаса жасап отырғандарды да видеоларын жиі көреміз. Бұған мен жауап берейін. Негізгі шұжық деген нәрсе, колбаса, бізде қазақша шұжық дейміз. Шұжықта ет қосылмайды. Неден жасалынады сонда? Оған еттің дәмін беретін дәмдеуіштер, күшейткіштер қосылады. Негізгі ол ат қуыт шықпау үшін, жаңа мен Москвада жұмыс істедім дедім ғой, Черкизов атындағы кур разделочный заводта. Ол жерде бүкіл тауықтың етін бәрін сылып алады, мойны бөлек кетеді, құйрығы, аяқ, қанаты бәрі бөлек кетеді, грудинка дейді, төс еті бөлек кетеді дағы, құр қаңқасы қалады, сүйегі былайынша айтқанда. Сол сүйегінің бәрі фаршқа кетеді. Үлкен мясорубкалары бар, ол жерге кәдімгі үлкен нелермен тасиды, рохлялармен үлкен бадиларда сол атқоттар барады. Өндіріп соны аппаратта төгеді, ар жақтан үлкен мясорубка соны айдап өткен кезде таза фарш түсіп жатады, қып-қызыл ет қосады. Бойында қанша деген қан бар, не бар, уже қызарып түседі. Соған дәмдеуіштер, қоспалар қосады, болды колбаса шығарады, сосиска шығарады. Сүйегі прям ұнтақтап жібереді. Пайдалы ма сүйегі? Пайдалы. Сүйегде ешқандай не жоқ негізі. Мына қазіргі сиырдың етінен деп атады, говяжий дейді, не дейді, оның бәрі сондай нелермен жасалады, технологиямен. Ол жерге таза ет көп жерде қосылмайды. Оның ешқандай зияны жоқ. Егер сол сойылған сиыр болмаса тауық жаңағыдай химиямен өспеген болса болды. Антибиотикпен өспеген болса болды. Онда таза болады. Құдай қаласа біз ойлап отырмыз, менің мынау жобамда бұл жерде табиғи таза, кәдімгі халал болады барлығы. Халал болғаннан кейін біз сол деңгейге жеткізсек деген ниет бар да. Біз паштетін, суп наборын, жаңағы колбасасын, сосискасын бәрін шығарғанға жетсек деген
Оны неғып елімізде басқа адамдар айналыспайды бұнымен? Бұнымен Табиғимен, мысалы үйде бұл мысалға жерде 30-40-100 тауыққа дейін ұстап отырған адамдар бар. бар 500 Сол тауық 1000 жұмыртқаларын тауыққа шейін ұстап отқандар бар. сатып отырған адамдар бар. Неге соны неғып көбейтпейді? 10.000 тауыққа, 100.000 тауыққа неғып көбейтпейді? Бұл жерде мысалы мен де егер қолымнан келетін болса, мен де соны көбейтіп өзім ақ істеп кетер едім, мен инвестор іздемей. Бұл жерге енді қомақты қаражат керек біріншіден. Сосын жерде ұстау несі болғаннан кейін, технологиясы болғаннан кейін, бұл жерде үлкен жер керек. Квадратураны көп қажет етеді. Сосын дальнейшее развитие деп ойлаймыз ғой біз енді. Иә. Қазір бір қора қойып, оған 10.000 тауық кіргізіп, соны қоршап қана сонымен шектеліп, сонымен отырып қалу деген болмайды. Ары қарай сен уже соның несін жемісін көрген, ары қарай ұлғайтқың келеді. Ұлғайтқаннан кейін сен басқа жерден тағы жер, бөлек жерден жер ала алмайсың мысалы. Алаңында екі ортада жүруің керек сияқты, бөлек болғаннан кейін уже оны қиындық тудырады жұмыс істеуге. Сондықтан мен қазіргі дайындап отқаным 34 гектар жер. 34 гектарға біз птицоферма заводты да қойсақ болады келешек. Жер жеткілікті мысалы. Жаңағы дамуына жеткілікті. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға нақты жауап берейін. Ол жерде үлкен птицофермалар өзіңіз де көріп жүрген шығарсыз интернетте, неден қандай птицоферма болса да базалары ары кетсе 100-150 метр болады дағы, ені кішкентай ұзын базалар. Бөлек. Әрқайсында 6 база, 20 база, 30 база әр жерге қойылады. Оларда квадратураны үнемдейді. Өйткені осында бір помещениеде 10-15 қатар тұрады. Әр қатарда стеллаж болып тұрады тауықтар. 4 қатар, 3 қатар болып мысалы. Ол жерге тауықтың санын санайтын болсаңыз, сыйымдылығы мол болады. Бірақ олар клеткада жайыла алмайды. Жайыла алмайды, қасында қоразы жоқ, жайыла алмайды. Тек қана комбикорммен туады. Болды. Сосын үлкен фермалар 1 жылдан артық құсты ұстай алмайды. Тауық деген құс 5 жыл мен 10 жылдың арасында өмір сүретін құс. Соның ішінде 3 жылға шейін жұмыртқа беруге қауқарлы. Ал енді үлкен фермалар, енді оларды бір жамандап не қылып жатқан жоқпын, олардың саласы, олардың өздерінің технологиялары, өздерінің бағыттары бар. Олар жұмыс істеп жатыр, жақсы жұмыртқа шығарып жатыр, басқа қылып жатыр. Енді қолдың жұмыртқасында біздің шығарып жатқанымызда біз бір кіргізген партия тауықты 2,5 жылға шейін ұстаймыз. Олар жыл сайын ауыстырады. Олар жыл сайын ауыстырады. Біз 2,5 жыл сол тауықтардан өнім алып отырамыз. Өйткені 3 жылға шейін туады, а 2,5 жылдан кейін яйценоскость сәл төмендейді. Қанша дегенмен. Бұларда табиғи құстың өзінің несі сондай. А ол уже бизнесте сәл төмендеген уже бізге білініп қалады. Сондықтан біз уже 2,5 жылдан кейін партиясын ауыстырамыз. Түгел ауыстырасыздар ма? Түгел ауыстырамыз. Оны ауыстыру үшін біз қайта тауық сатып алмай, өзімізден шығарып отыруымыз керек балапандарды. Инкубация арқылы. Через инкубация чистый породалар шығарып отыруымыз керек. Породаларға не кіреді? Породаларға Кучинский юбилейный, Адлер серебристый деген сияқты осындай таза породалар бар. Солардың балапандарын шығарып отырамыз. Өзімізге келес партияға дайындап отырамыз. Ал мына қазір біз Ресейден алдырып жатқан тауықтарымыз, оның бәрі порода емес. Олардың бәрі кросс деп аталады. Кросс дегеніміз буданнан шығарылған тауық. Жұмыртқа туу несі көптеуде бұлардың. Түсіндіңіз бе? Алғашқы біздің стартапқа біз солар тартып аламыз, солармен айналып аламыз да біз ары қарай уже породаға өтеміз. Породаға өтеміз, и бізде как конвейер 2,5 жылда бізге уже жаңаланып отырады. Түсіндіңіз бе? Әр 2,5 жылда. Бұл базаның өзінде ет бағытына өтпей тұрып, дополнительный неміз бар, табысымыз бар. Инкубацияда жұмыртқа деп айттым, 4-5 айда. Және де ерте көктемде балапан шығарамыз. Өйткені алып болған инкубаторымыз бос тұрмайды ғой. Біз үлкен инкубаторлар аламыз. Бос тұрмау үшін көктемде сол май айына шейін күннің дейін, майдың аяғына дейін біз балапан шығарып сатамыз. Ауылдың адамдары, жергілікті халық, бәрі жер үйде тұратындардың бәрі балапан асырағанға құмар. 10 балапан, 20 балапан, 30 балапан болсын алып отырады. Ол да бізге уже табыс көзінің қосымша түрі. Түсіндіңіз бе? Сосын уже кейін 2 жыл жарымнан кейін етін сатасыздар, иә? 2,5 жылдан кейін біз оны тірідей сатамыз. Болмаса біз оны шамамыз келіп, жаңағындай оборудованиеміздің бәрін қойып жатсақ, суп наборға жібереміз сойып. Суп набор шығарамыз, ең оңай варианты да. Пока қолымыздан келгені. Ал ары қарай уже ұлғайып бара жатса уже көре береміз.
дамыта бересіздер. дамыта береміз. Жүнін деген сияқты. Жөнінде бәрін істеп Шұжық өндіру. шұжық өндіру бәрін істей береміз. Түсінікті. Жалпы бұл бизнестегі менің технологиямдағы ерекшелік осы. Қолдың жұмыртқасын шығару, табиғи таза өнім, халыққа ұялмай сататын өзіміздің жергілікті өнім болады да. Сонда мына 10.000 тауық сол жаңағы ангар, жабық ангардың ішінде жайылып жүре ма, қалай? Жабық ангар ол қыстық қорасы деп аталады, жылы қорасы. Ал жаздың күндері ол ашық тұрады, далаға да шығып жайылып жүре береді. Кешкісін сол қораның ішінде тұрады. Яғни тауық қора болады. Оның біреуінің өзі бізде мысалы үшін 10.000 тауыққа 14-те 100 метр болып соғуымыз керек. 10.000 тауыққа. 45.000 тауыққа қанша? 45.000 тауыққа біз 4-5 базы қоюымыз керек сондай. 4-5 базы бөлек тұрады, Бөлек тұрады. 10-10.000-нан. Иә, 10.000-нан бөлек болып тұрады. Бұл жерде олардың жерге қалай қою өзінің тәртіптері, өзінің бір нелері бар. Соған қарап, екі базаны бір-біріне қосып қоямыз. Өйткені бір жемханада мына жаққа да кіретін қылып, жұмысшыларға да оңай варианттарын қарастырып қойғанбыз. Далада жаңағыдай болады, суармалы екі жайылмалы алаңдары болады. Бұл жерге жоңышқа егіледі, басқа болады, соларды суарып отыру, әр кезектестіріп жайылып отыру деген сияқты. Жалпы жақсы, өте керемет бизнес екен. Өзімде бұрыннан осы жұмыртқа өндіру саласына қатты қызығамын. Өйткені жалпы осы Алматының өзінде жаңағы көтерме саудамен айналысатын оптовиктердің өзі бір оптовик бір күнгі нені толық ала алмайды дейді. Жаңағы құс фермасындағы 400.000 жұмыртқаны түгел ала алмайды. Өйткені басқа нелерге рұқсат жетпейді деген жаңағы ақпараттардың барлығын естіп жүрміз. Бұл саланы да зерттегем. Ербол мырза, жалпы бұл инвестор ақша салып жұмыс басталып кеткеннен кейін 9-10 айда ақтайды деп жаңа айтып қалдыңыз. Бір жыл деп алайық. Бір жылда өз-өзін толық ақтаса да өте жалпы негізі бизнестердің өз-өзін ақтауы 6-7 жыл рентабельность. Енді бұл тауық құс бизнесі, жұмыртқа бизнесі егер өз-өзін бір жылда ақтайтын болса, бұл өте жақсы көрсеткіш деп мен өзім ойлаймын. Ал енді табыс көзі қалай бөлінеді? Сол салынған инвестицияны бірінші очередь шығаруға, орнына қоюға әрекет қыламын. Ол жерде мен айлыққа келіссем де болады, мысалы үшін, бір жыл айлыққа жүріп, мына ақшаны инвестордың қолына қайттан салған ақшасын өзінің қолына бергеннен кейін, ары қарай уже 50-50-ге келісуге болады. 50-50, иә. Бұның барлығы енді материалды түрде, заңды түрде договор жасалынады. Жалпы бұл бизнес идеяңыз жақсы бизнес жоба. Сізге сәттілік тілеймін. Жақсы инвестор тауып, байқуатты болып, осы еліміздің ауыл шаруашылығын дамыта беріңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, араларыңызда стартаперлер болса, инвесторлар болса, мына ағамызға, Ербол ағамызға хабарласып, нөмірін қалдырамыз. Өздеріңіз тікелей хабарласып, кездесіп талқыласаңыздар болады. Енді стартаперлерге айтарым, жақсы керемет бизнес жобаларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Инстаграм парақшамызға хабарласып, өздеріңіздің жобаларыңызбен бөліссеңіздер болады. Ал енді инвесторларға айта кететін ақпарат, инвестиция салатын кезде жауапкершілікті өздеріңіз көтересіздер. Біз ешкімді инвестиция салуға үгіттемейміз. Өздеріңізге бизнес жоба ұнап жатса, Ерекеңмен хабарласып, өздеріңіз байланысып, келісе бересіздер. Бұл подкаст жоба ұнаған болса, бөлісіп, пікір қалдырып, жүрек басып, қолдап, арнамызға тіркеліп отырыңыздар. Еліміз аман, байқуатты болайық. Саламатта болыңыздар.